Біз мінетін самолет осы. Міне мына жақта қазақ деген самолет бар. Hava soğuk. Бес сағаттық жолмен Абу-Дабиге тоқтадық. Осылай жүрмей осындаймен барса болады екен. Мына жақ көріне ма? Аэропорт прям ұзыннан ұзақ екен. Туристармен бірге. Абу-Дабидің аэропорты өте күшті екен енді. Неше түрлі лестницамен. Ана жақта тіркеу орындары, мыңғырық тіркеу орындары бар ғой. Көріне ма? Бұл жақта ашуланып кетсең ұрсады екен. Таксилер ауасын айта алмаймын енді. Бір түрлі ауа бір. Біздің автобус ана жақта ауасы бір түрлі влажный екен. Турист көп. Кешкі салқынмен жылы болып тұр ғой. Міне осының бәрі туристер. Ақмешітке келдік. Бұл жердің өзінің правиласы бар екен. Орамал тағып, ұзын көйлек кию керек екен, әйтпесе кіргізбейді екен. Ақмешіттің іші қараңғы болып қалды. Туристар көп. Ұзынан ұзақ қой. Ақмешіт деген осы. Мына Ақмешіттің макеті. Қандай күшті болса болған. Ужин ішуге келдік. Мына жерде Өзбекстанның ресторан екен. Ал біз ужин ішуге келдік. Мен лағманды ойлап тұрмын. 26 дирхам екен. 3,5 мың теңге болады. Біз жақта 1200 теңге ғой деймін. Осындай. И салата. Осылай. Ужин ішуге келдік. Өзбекстанский ресторан екен.